Сабағымыздың тақырыбы кестелер, оқу мақсаттары, веб парақшаларды әзірлеуде HTML тегтерін қолдану. Сабақтың мақсаты: веб-сайт HTML тег, браузер, блокнот ұғымын қолданады. HTML-де форматтап және кестелермен жұмыс жасайды. Кестелерді шығару тегтерін біледі. Бағалау критерийлері: нұсқаулық бойынша атрибуттарды қолданып, кесте құру жолын біледі. Кестені өзгертетін атрибуттарды анықтайды. HTML тегтерін қолдану қажеттігін тұжырымдайды. Веб парақшаларда кесте құра алады. Веб құжаттың негізгі бөліктерінің бірі кесте. Ол тік бұрышты бағаналар мен көлденең орналасқан жолдардан тұратын торлар жиыны рет түрінде қарастырылады. Жол мен бағаның қиылысы ұяшық деп аталады. Бір ұяшықта мәтін, сурет немесе басқа бір шағын кесте орналаса алады. Кесте келесі бөліктерден тұрады. Кесте тақырыбы, бағаналар тақырыптары, ұяшықтар. Кесте жолдар тізбегі бойынша біртіндеп толтырылады. Солдан оңға қарай жол соңына дейін. Сонан соң келесі жолға көшу әрекеті орындалады. Әрбір ұяшыққа мәліметтер енгізіледі. Ұяшықтың ішінде мәтінмен қатар сурет, кесте де болуы мүмкін. Кесте веб-сайттың негізгі бөліктерінің бірі. Кесте тақырыбы, бағаналар тақырыбы және ұяшық бөліктерінен тұрады. Кесте тұрғызу үшін table және /table тегтері көмегімен орындалады. Оның әрбір жолын анықтау үшін tr тегтері арқылы жолдарды анықталады бұл, немесе /th тегтері арқылы бағандарды анықтауға болады. Кесте тақырыбы caption және /caption жұп тегтерімен қоршалып жазылады. Енді кесте атрибуттарының атқаратын жұмысына тоқталайық. Allign атрибуты кесте тақырыбының туралануын анықтайды. Ал оның мүмкін болатын элементтері left, яғни кесте тақырыбын сол жаққа, center кесте тақырыбын ортаға туралайды, одан кейін оң жақ шетке range, bg color кесте торының ішкі фон түсін тағайындайды. Border бүтін сан кесте жақтаушалары сызығының пиксельмен берілген қалыңдығы. Егер border берілмесе, онда ол кесте жақтау сызықтар көрсетілмейді. Мысалы, бірінші бізде border бүтін сан ретінде көрсетілген, онда жақтау сызықтар бар. Екінші кестеде, бұл жерде дәл сол осы кесте, бірақ border атрибутына бүтін сан берілмеген. Border атрибуты берілмеген, яғни ол кезде жаңағы кестеде жақтау сызықтары көрсетілмейді. Border color жақтау сызықтардың түсін тағайындайды. Border атрибутымен бірге қолданылады. Атрибутын қолданады екенбіз. Rowspan бірнеше жолды біріктіріп, бірақ жол етіп жазу кезінде қолданылады. Goldspan бағандар тақырыбына арналған біріктірілетін жол, ұя ішінде орналасатын бағандар саны. Яғни бірнеше бағандарды біріктіру үшін біз Goldspan атрибутын қолданамыз. Онда Goldspanнан кейін біз неше бағанды біріктіреміз, соны көрсетеміз. Яғни мына жерде қызылмен берілген 4 баған біріктірілген, сарымен тағы да 4 баған біріктірілген. Осы өтілген теориялық материалдар бойынша оқулықтағы тапсырмаларды орындайық. Оқулықтағы осы кестелер тақырыбы бойынша тапсырманы орындап, талдап көрейік. Ол үшін мен кодын уақыт алмас үшін арнайы көшіріп жазып қойдым. Бұны копировать етіп алып, блокнот бағдарламасына қояйын. Правка ставить или Ctrl-V пернелер комбинациясын басамын. Енді бұны сақтау үшін файл сохранить как, оныншы рабочий столда, оныншы Б сынып деген папкаге мәлімет деп сақтайын. Мәлімет нүкте қоямыз да, міндетті түрде HTML деп жазамыз. Тип файлы, все файлы дейміз. Кодировка UTF-8, өйткені біз қазақ әріптерін пайдаланамыз. Сохранить. Енді ашып көрейік. Міне мәлімет деген 10-шы Б сынып бумасында браузерде пайда болды. Ашайық. Chrome браузерінде ашылды. Енді осы тегаларды салыстырып қарастырайық. HTML бұл HTML тілінде жазылған код екендігін білдіреді. HTML-де бастадық. HTML мен аяқталады. Мына жерде слэшті ұмытып кетіппіз. Аяқталады, жабылды. Келесі head title, бұл жерде оқушылар туралы мәлімет деген сөз бізде міне браузердің тақырыбы оқушылар жайлы мәлімет болып тұр. Келесі body, бұл уже денесі басталды. Текстің түсі, мәтіннің түсі көк, blue, көк болып тұр. Егерде біз бұны қызылға ауыстыратын болсақ, мысалы red деп жазатын болсақ, сақтаймын, Ctrl-S, мұнда обновить етсем, мәтіннің түсі қызыл болды. Келесі table,
бізде кесте жасау керек екендігін көрсетіп тұр. Border. Егерде бізде мына жерде 10 деген деп тұр, border 10 дегенді алып тастасам, Ctrl-X алып тастап сақтаймын. Ctrl-S сақтасам, мұнда обновить етейін, кесте жақтаулары алынып тасталынды. Келесі, қайта қойып қояйық оның, кесте жақтаулары бізге керек. Border color green, яғни бізде жасыл түске боялып тұр. Allision center, яғни бұл орналасу деңгейін анықтайды. Center ортаға туралап тұр. BG color yellow, яғни түсі жасыл болып тұр. Енді осыны қайта сақтайтын болсақ, мұнда обновить етейін. Түсі қалың 10, border 10 болып тұр бұл жерде. Оны 10-ға дейін беруге болады, бірден бастап. Келесі, caption тегімен, мына жерде caption ашылып тұр. Caption тегі, мына жерде жабылып тұр. Caption тегімен оқушылар жайлы мәлімет деген caption тегімен шығып тұр. Келесі, TR, келесі жол басталды. Міне 6-шы сынып оқушылары деген жол басталды. Ол жолда Correspond, яғни біріктіру. Мына жерде бағандардың санын, мына жерде 4 деп тұр екен, оны 3-ке де түзетуге болады. Ctrl-S сақтап, мұнда обновить етсек, оқушылар жайлы деректер 3 бағанды, міне 1 баған, 2, 3 бағанды біріктіріп тұр. 6-шы сынып оқушыларының тізімі. Келесі бағанда бізде мына жерде аты, мына жерде мына символ бізде бос ұяшықты білдіреді. Аты жөні TH мекен жайы тектерімен берілген. Бұл бірінші жолда. Одан кейінгі жолда TH. Келесі TR, теді мұқан, қуанышұлы деген тұр. Жандос. Роспен бұл жерде міне Роспенмен біз 3 жолды біріктірдік. Міне ұлдар деген жолды біріктірдік. Келесі жолда Роспен 3 деп тұр. Бұл деген сөз, мұна 3 жолды біріктір деген сөз. Ұлдар, ол жолға жазылды. Келесі теді, келесі ұяшыққа Жандос Жанабаев Жандос жазылды. Келесі жолда оның адресі. Адрес жазылып тұр. Одан кейін бұл жерде осы жол жабылады. Ары қарай келесі жалғастырып орындай береміз. Table мына жерде ашылған болатын, міне естеріңізде болса, мына жерде table тегі жабылады. Яғни сонда біздің денемізде, веб-сайт денесінде осындай кесте пайда болды. 6-шы сынып оқушыларының тізімі жайлы кестені осылайша жасауға болады. Сонымен балалар, сіздерге мынадай тапсырма. 2 код берілген. Бірінші код программасында 2 қате бар. Екінші кодта 3 қате бар. Қане ойланып тауып көрейік. Дұрыс жауабы. Сіздерге мынадай практикалық тапсырмалар. Өзендер мен көлдер деген тақырыпты дәл осындай кесте құруларыңыз қажет. Екінші топқа мынадай тапсырма. Түрлі түсте кесте жаса. Кері байланыс сатысына өз стикерімізді ілеміз.